Сәлеметсіздер ме оқырмандар? Бүгін біз ерекше дәмді тағам жасаймыз. Ең алдымен суымызды қайнатып аламыз. Қайнаған суымызға тұз саламыз және кеспеміз саламыз. Кеспеміз дайын болғанша тауығымызды турап дайындап аламыз. Қызып тұрған майымызға етімізді салып, тұз, бұрыш, паприка саламыз. Кішкене томат саламыз және үкіштен өткізілген бір сарымсақ саламыз да қуырамыз. Дайын болуға жақындағанда кілегейімізді құямыз. Дайын болған кеспемізден бір стакан суын алып, тамағымызға құямыз. Және кеспемізді сүзіп алып, тамағымызға қосып араластырамыз. Міне ерекше дәмді, сіңімді тамағымыз дайын болды. Осы видеома лайк басып, каналыма жазылып кетіңіздер. Ас болсын.